Сәлем достар, сіздермен бірге мен Арайлым. Және де достар, бұл видео бізде сұрақ-жауап болмақ. Сіздер осы алдыңғы видеода мен айтқан болатын комментарияға өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойып кетіңіздер деп. Және де мен соны қазір мінекей дәптерге жазып алдым. Сұрақтарыңызды сіздер өте көп сұрақ қойдыңыздар. Мен соған бүгін жауап беретін боламын. Достар, енді біз бірінші сұрағымызды оқиық. Бірінші адам ол Айко Шо деген адам. Және де бірінші сұрағы жасың нешеде дейді. Менің жасым 10-да. Және де екінші сұрақ, қандай түсті ұнатасың? Маған розовый, яғни ашық қызғылт түс ұнайды, яғни. Екінші сұрақ адам Жако М. Және де бірінші сұрағы нешедесің? Жаңа айтып кеттім, 10-дамын. Және екінші сұрағы блогер боламын деп қанша жаста айтты, потом қанша жаста блогер болуды бастадым. Мен блогер боламын деп 8 жасында айттым, және де блогер болуды 9 жасында бастадым. Менде дұрыс видеолар 9 жаста шықты. Мен яғни 8 жаста мен өтіріктен дәм болсын бір үйдегі соткаларды алып соған түсірелерді едім. Енді келесі төртінші сұрақ, адам бойынан тапқым келетін қасиетті ата дейді. Менде тек екі қасиет, ең маңызды екі қасиет айтайын, ол мейірімділік және адалдық. Содан кейінгі бесінші сұрағы, сүйікті музыкаң. Менің сүйікті музыкам Акутала деген музыка. Ол қазіргі уақытта хит емес, бірақ маған ол музыка өте қатты ұнайды. Мен үшін хиттан қалмайды десем де болады. Және алтыншы, ауыл или қала дейді. Мен бұл сұраққа анау немесе мынау деген видеода жауап беремін. Және де үшінші адам сұрақ қойған, Адилстерн. Бірінші сұрағы, жасың нешеде? Менің жасым 10-да. Екінші сұрақ, қай қалада тұрасың? Мен Ақтауда тұрамын. Ақтау қаласында. Үшінші, хоббиім қандай? Менің хоббиім билеу. Үйде мен бос уақытымда билеймін. Және де төртінші сұрағы, қай ютуберлерді қарайсың? Мен 3 ютуберлерді қараймын. Ол Зе Аминка, және де Мисс Айзан Кинс және Арука Микс. Содан кейінгі сұрақ болды. Төртінші адам сұрақ қойған, ол Гүлім деген қыз. Және де бірінші толық аты жөнім, яғни менің фиом Салғас Арайлым Алданқызы. Және де екінші сұрақ, жасың нешеде? Менің жасым 10-да. Үшінші, руым қандай? Менің руым Адай, Адайдың ішіндегі бабық. Және де төртіншісі, қандай пәндер ұнайды? Маған математика мен әдебиет пәні ұнайды. Және де маған сәлем жолдашым дейді. Гүлім, саған жалғыз сәлем. Және де бесінші адам Жасия 08 деген қыз. Және де бірінші сұрағы, хоббиім. Мен хоббиім жаңа айтып бос уақытымда билеймін деп. және де екі жақсы көретін әнім, жаңа айтып өттім, Акутала деген өлең деп. Және де үш жаңа жақын досым. Менің жаныма жақын екі досым бар, олар бір жағынан апам және бір жағынан досым. Олар Жарқын мен Шібек деген, ол Шібек неге түсіріп отыр осы видеоны. Және де төртінші сұрақ, яғни маған сәлем жолдашы дейді. Жасия 08 саған жалғыз сәлем. Және маған пиар дейді. Мен пиарды осы видеоның соңында істеймін. Және де алтыншы адам Аяру Бағу деген қыз. Бірінші хоббиім, менің хоббиім билеу. Және де екінші жасың нешеде? Менің жасым 10-да. Үшінші, қай пән ұнайды? Маған жаңа айтып өткендей математика мен әдебиет. 4, мені жақсы көресің бе? Әрине. 5, маған Ая 08 деп сәлем жолда. Ая 08 сәлем. Және де жетінші адам Гомер Гир. Бірінші сұрақ, мектепке не үшін барасың? Сабақ оқудан басқа. Екінші сұрақ, нешедесің? Мен неше? Менің жасым 10-да. Үшінші, каналды не үшін аштым? Мен каналды видео түсіру үшін өзім қызыққан соң аштым. Және де өзім қызыққан соң аштым. Нешедесің? Төртінші сұрағы, өскенде кім болғың келеді? Мен өскенде визажист болғым келеді, яғни макияж жасайтын адам болғым келеді. Және де сегізінші сұрақ, Дилетта Фиксер деген адамнан. Бірінші сұрақ, қай қалада тұрасың? Мен Ақтауда тұрамын. Және де екінші, номерің қандай? Үшінші, любовь дегенге сенесің бе? Иә. Төрт, руым қандай? Руым менің Адайдың ішіндегі бабық. Және де 5, мектеп саған ұнай ма? Нешеден оқисың? Маған мектеп ұнамайды, бірақ мен 4 пен 5-ке оқимын. Достар, осымен біздің сұрақтарымыз аяқталды. Сіздер егер де өздеріңіздің сұрақтарыңызды оқылмай қалса, кешіріңіздер.
әлі де қоюға болады осының алдындағы видеода комментарийлерге жазыңыздар. Сәлемдесіздер, сау болыңыздар.